Мәди, 20 жаста, студент, 5 минутқа YouTube ашам деп 4 сағат өтеді. Түнде ойын ойнап, күндіз ұйықтайды, сабаққа бармайды. Камераға түспеу үшін бетін жауып жүреді, ұялады. Ата-анасы түсінбейді, үйде отыр ғой, қауіп жоқ. Бір күні інісінің де сондай болып кеткенін байқайды. Телефонға телміріп үндемейді. Осы көрініс оны ойландырады. Сол сәтте түсінгені, менің өмірімнің бояуы жоғалып барады. Інімді де ондай болуына жол бермеймін. TikTok'ты өшіріп, экран уақытына шектеу қояды. Алғашында қиын болды. Уақыт өте келе жаңа кәсіп пен достарды тапты. Интернет жаман емес, бірақ сен оны басқармасаң, ол сені басқарады.